Салангани лагман рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, жарты килограмм сиыр етінің фаршы, консервленген лобия, 1 жұмыртқа, 3 пияз, 3 бөлік сарымсақ, 2 сәбіз, 2 қызанақ, 1 болгар бұрышы, 100 грамм күнбағыс майы, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы дайындау үшін фаршқа ұсақтап туралған пиязды және 1 жұмыртқаны қосып, тұз бен бұрыш себеміз. Енді бәрін мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұстап тұрады. Биік таба ыдыста өсімдік майына жартылай дөңгелектеп туралған пиязды, текшелеп ұсақтап туралған сәбізді, жіңішке туралған болгар бұрышын салып, 2-3 минут қуырамыз. Сонан соң лобияны, ұсақтап текшелеп туралған қызанақ және ірі кесілген сарымсақ қосамыз. Осыдан кейін дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Ұқыппен жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз, тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып 15 минут бәсең отта қайнатамыз. Саланганиді ыдысқа түбінен демей отырып салыңыз. Тағамды балғын ас көкпен сәндеп, ыстық күйінде ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.